Ойын бөлісетін, сырласатын адам таппай жүрген отбасылар болады. Тап болған адамдарға көмектесіңіздер. Біздің осы орталықтың ашылғанына қазір мына 2 жылдан асты. 2020 жылы 19 қарашада ашқанбыз. Бүгін біз осы Гвардейск гарнизонының шақыруымен келіп отырмыз. Бұл жерде мен өз отбасымды қолдаймын атты іс-шара өткізілді. Дөңгелек үстел. Бұл дөңгелек үстелге осы гарнизонның тұрғындары, яғни осы гарнизонда жұмыс істейтін қызметкерлердің жолдастары, жұбайлары қатысып отыр. Сол кісілермен қызықты да өте ауқымды тақырыпта әңгіме жүргізілді, тренингтер өтті. Бұлар осы дөңгелек үстелге қатысқан әйелдер қауымы өте көңілді болып, рахметтерін айтып кетті. Осы кездесуде біздің әскери қызметшілердің отбасы мүшелері ерекше әсер алғаны сөзсіз. Сізге алғыс айта отырып, зор денсаулық, ашық аспан, отбасыңызға амандық, атқарып жатқан жұмысыңыз елене берсін. Құрметтен 21 түр әскери бөлімінің командирі полковник Айтжанов.